Қайырлы күн, қалайсыздар достар? Арнама қош келіпсіздер. Бүгін біз коладан кекс дайындайтын боламыз. Мен 5-6 штук шығатын кекстің көлемін дайындадым. Бізге ең алдымен бір дана жұмыртқа, содан соң 50-60 грамм қант керек болады. Осылай венчиктің көмегімен қантымыз ергенше араластырып алатын боламыз. Содан соң 80 грамм сары майымызды үй температурасында немесе микроволновкада ертіп алсаңыздар болады. Осылай жақсылап араластырып үстінен шым тұз қоссаңыздар болады. Мен ол жерін видеоға түсіруді ұмытып кетіппін. Содан соң ұнымыздың үстіне қопсытқышты салып араластырып дайындап алдым. Мен какао қосып дайындағым келді. Какао қоспай дайындасаңыздар да болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, осылай алдын ала барлығын бірге араластырып алдым. Ұнды міндетті түрде ситадан өткізіп алыңыздар. Сосын жаңағы дайын тұрған жұмыртқа қантымыздың үстіне ұнымызды 2 бөліп араластырып аламыз. Осылай бір келкі араластырып алдық. Сіздер егер де кексті көп шығуын қаласаңыздар, осы рецепт бойынша 2 есе қылып қосасыздар. Содан соң коламызды қостым. 75 мл коламызды қосып, осылай дайындап аламыз. Содан соң қалған ұнымызды қосып, барлығын біріктіріп, түйіршіктері қалмағанша жақсылап араластырып аламыз. Қою шоколадты түрге енуі керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Осылай болып шықты. Дайын массамызды осындай кекс салатын қалыптарыңызға салып дайындап аласыздар. Менде осындай силиконовый кекс салатын қалыптар. Сіздер өздеріңізде қандай қалып бар, соған салып дайындасаңыздар болады. Бұны майлаудың қажеті жоқ, жабыспайды. Көріп тұрғандарыңыздай 2 қасық деп есептедім. 2 қасық құйып шығамыз. Көп құюдың қажеті жоқ. Өйткені кекс піскен соң ісіп көтеріліп шығады. «180 градуста қызып тұрған пешке 40-45 минутқа салып алсаңыздар болғаны. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, қолдап кетіңіздер. Міне бізде кексіміз дайын болды. Мен бетіне сәндік үшін сахарный пудра септім. Міне көріп тұрғандарыңыздай, жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Сіздерге ас болсын. Сау болыңыздар.